Сәлем достар, сіздермен осындай өте керемет жаймадан тез дайындалатын тағамның рецептісімен бөліскім келеді. Ет асып отырмайсыздар, кейде жұмыстан асып келген уақытта ет асуға ерінсеңіздер, осылай жасасаңыздар болады. Тушенкамен өте керемет дәмді болып шығады. Бізге бір жуа керек болады, осылай турап аласыздар. Сіздер көп мөлшерде жасасаңыздар да болады. Мен бір тушенка алдым, бір жайма алдым. Бізде отбасы кішкентай болғандықтан сковородкамызды қыздырып, осылай тушенкамызды саламыз. Жай отта пісіресіздер, суы қатты сырқылмау керек. Жаңағы тураған жуамыз саламыз. Шамалы тұз саламыз. Қара бұрыш салсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Бізде отбасы аз болғандықтан осылай шағын жасадым. Кублей фирмасының қазы, неше түрлі тушенкалер болады, өте керемет, күшті фирма. Соны алсаңыздар да болады. Бізде Карат фирмасынікі. Негізі жайманы суға салуға да болады, мен бірақ салған жоқпын. Кейбір адамдар жайманы салқын суға салып алады екен. Мен үнемі үйден қолдан жаятын болғандықтан мен бірінші рет көріп жатырмын осылай. Менің балдарым қолдың жаймасын көбіне ұнатады. Суымызды қайнатып аламыз алдын ала. Ыстық күйінде құйып осылай пісіресіздер. Былғап тұрып, жабысып қалмасын, қарап тұрасыздар. Өйткені жаймамыз жабысып қалуы мүмкін. Бірінші тарсылдатып қайнатасыздар да, сосын жай отқа қоясыздар. 10-15 минутке қақпағын жауып, былғап тұрып тексересіздер. Біздің жаймамыз дайын болды. Бір жер жақсы дайын тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, дәмді болып шықты. Сосын картошкамызды өздеріңіз ұнатқаныңыздай бөлек суға пісіріп алсаңыздар болады. Мен бөлек қабығын ашып пісіріп алдым. Осылай картошкамызды еріншек тағам болғасын осылай салып шықтым. Жандарына қызанақ салдым. Кез келген өзіңізге қалай ұнайды жасасаңыздар да, көк жуа, я болмаса петрушка, укроп сепсеңіздер де болады. Мен укроп септім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет, күшті болып шығады. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда көптеген рецепттер бар. Ас болсын. Сау болыңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.